والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. Бұл сондай керемет топ. Бұл топтағы адамдарды Аллах жақсы көреді. Себебі олар: «Я Алла, мен тозақты көргім келмейді. Мені тозақтан сақта, жүзімді тозақтан бұр», деп Алладан сұрайды. إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. Тозақ азабы өте ауыр, аса күйзелтуші. Мені одан сақта. Тозақ жайлы тіпті ойланғым да келмейді. Аз немесе көп уақыт болсам да, ол тым жаман жер. Осы айтылғандарды сіздерге түсіндірейін. Мустақоррун аз уақытқа, ва муқома ұзақ уақытқа болса да, тозақта болу ең жаман жер. Кейбір адамдар YouTube'тан менің видеоларымнан көре аласыздар. Флоридада жастарға арналған бағдарламаға қатыстым. Сонда бір қыз жазбаша сұрақ қойды. Онда былай деген: «Мен көптеген күнәларды жасаймын, бірақ мен тозақта мәңгі қалмаймын ғой. Себебі мен мұсылманмын. Тозаққа түскеннің өзінде де онда мәңгі болмаймын емес пе?» Ал жаңа айтқан дұғада мұсылмандар: «Мен тозақта ұзақ немесе қысқа уақытқа болса да болғым келмейді. Оны мүлдем көргім келмейді. Азабы аса ауыр екенін білетіндер, тозақты мүлде қаламайтындарды, одан пана тілейтіндерді Алла жақсы көреді». Кейбір мұсылмандар: «Әрине тозақта мәңгі қалғым келмейді. Бір апта тозақта болатындай күнә істеген шығармын» дейді. Білесіздер ме, бұл яһудилерден жұққан нәрсе. Яһудилерде: «Бірнеше күнге тозақты шыдай аламыз, кейін жәннатқа кіреміз ғой. Бір апта күнәміз үшін азапталсақ, кейін жәннатта рахаттанамыз. Осы да сөз болып па?» дейді. Аллах айтады: «Олар Рахманның құлдары емес» дейді. Рахманның құлдары атағына лайық болғандар ерекше құлдар. Олар дұғаларында: «Тозақта 1-2 күн түгілі, тіпті 1 минут, 1 секундта болғым келмейді. Тозақта болуды мүлдем қаламаймын» дейді. Әл-Әнбия сүресінің бір аятында тозақтағы ең жеңіл азап сипатталады. Құранның көптеген жерлерінде тозақтағы азаптар туралы баяндалады. Бірақ ең жеңіл азап, тозақтағы ең жеңіл азап Әл-Әнбия сүресінде сипатталған. Қаншалықты жеңіл? Аятта баяндалған адамдар отта жанған жоқ. Олар тек оның лебін сезеді. Жанған оттың ыстық лебі болатынын білеміз ғой. Ыстық леп ләфха деп аталады. Ләм әрпінен басталады. Бұл аятта ләфха сөзін қолданбаған. Аятта нафха сөзі келеді. Нун әрпінен басталады. Нун әрпі болғанда нафха сөзі ыстықты емес, салқын лепті білдіреді. Есікті жапқандағы салқын жел сияқты. Ішке кіретін жел нафха деп аталады. Тозақтың сыртындағы бұл адамдар нафханы сезеді. Олар әлі тозаққа кірмеген, тозақтың сыртында. Олар отпен, лавамен азапталмаған, тозақтағы нәрседен жемеген. Олар тек ауаны сезеді. Болар болмас ауаның лебі жетеді. Мәссәт хум кішкене леп қаны жетеді. Қазанда қайнап немесе қуырылып жатқан астың қақпағын ашқанда аздап оның буын сеземіз ғой. Бірақ ол ауа емес, ол бу. Алла олар буды сезет деген жоқ. Не деді? Ауаны сезет деді. Бұлар болмас сезіледі. Қас қағым сәтке, болғаны сол-ақ. Нафхатку азаби роббик емес, нафхатку мин азаби роббик. Бұндағы мин тақолил. Бұл ауаның өте азғантай болатынын білдіреді. Тарының көлеміндей, тіпті одан да аз. Есік ашылып жабылғанда келетін ауадан да аз. Өте кішкентай мөлшердегі ауа. Терезені кішкене ғана ашқанда болар болмас ауа сезіледі ғой. Нафха сөзі осын білдіреді. Осы сияқты бірер секунд жалғасатын, өте кішкентай, ең жеңіл азап беріледі. Ол адам тозаққа әлі кірмеген. Тозақтың сыртында. Ол дейді: «Ешқашан бұндай ауыр азапты көрмеп едім. Тозақтың ең төменгі деңгейі, ең ауыр азап осы. Мен уәйілге түскен екенмін» деп айтады. Пайғамбарымыз оған Алланың сәлемімен игілігі болсын, уәйіл тозақтың ең төменгі орны деп баяндайды. Тіпті тозақтың өзі уәйілден қорқады. Әлгі адам «Мен уәйілге түскен екенмін» дейді. Алайда ол әлі тозаққа да кірмеген еді. Тозақтың азабы аса ауыр екенін мұсылмандар, шынайы иман келтіргендер, Құранды үйренушілер жақсы біледі. Тіпті аз уақытқа болса да тозақта болғым келмейді дейді олар. Күн шыжып қайнап тұрғанда көліктің терезесі ашылмайтын, ішінде ауа салқындатқышы да жоқ еді. Сонда да ұзақ сапарға шыдадым. Сол сияқты тозаққа да шыдаймын.
деп Бану Исраилден болғандар сияқты олай айтпайды. Бұл топтағы мұсылмандар Алла үшін ерекше. Олар: «Я Алла, тозақтан сақта, онда мүлдем ешқашан болғым келмейді» дейді. Осы дұғаны жасаудың өзі сізді Алла үшін ерекше етеді. Субханалла, Алла неткен рақымды. لا تقنطوا من رحمة الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم